Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге ИП режимін қалай телефонмен ауыстыруға болады, сол туралы көрсететін боламын. 2026 жылы жаңа салықтық кодекске байланысты енді барлық ИП-лар міндетті түрде 31 наурызға дейін упрощенный режимге өтуі керек. Егер упрощенный режимге өтпесеңіз, онда общий установой режимде қаласыз. Яғни айырмашылығы, общий установой режимде болсаңыз 10% салық төлейтін боласыз, ал упрощенный режиммен болсаңыз, онда 2% немесе 3% салық төлейсіздер. Енді упрощенный режимге өту үшін сіздердің қолдарыңызда телефон болса жеткілікті. Заявканы осылай жасаймыз. Каспи приложениесіне кіреміз. Мына жерде госуслуги деген таңдаймыз. Енді мына жерде астына сәл түсіреміз де изменение реквизитов и налогового режима ИП деп тұр. Соны басамыз. Енді мына жерде көріп тұрсыздар ма? Налоговый режим деп тұр. Осыны изменить дегенді басасыздар. Менде и так-то упрощенный режим деп тұр. Осының ішіне упрощенный режим дегенді таңдайсыздар, выбрать дегенді басасыздар. Содан кейін сіздер ол заявка сіздерде обработкаға кететін болады. Дәл осылай өте оңай тәсілмен ИП-ның режимін өзгерте аласыздар. Видео ұнаса лайк басыңыздар. Дәл осындай видеолар көп болғандығын қаласаңыздар, каналға тіркеліңіздер. Назарларыңызға рахмет.